солтүстік Кореяға барған. Бірақ еліне қайтуға бір күн қалғанда ол түрмеге жабылды. Не үшін десеңіз, ол өзінің қонақ үйінде ілініп тұрған насихаттаушы қағазын ұрлап кетпекші болған. Ал оны бірнеше адам көріп, камераға түсіріп алған. Ол осы болмайтын іске бола 15 жылға сотталды. Бірақ 15 айдан кейін түрмеде комаға түсіп, еліне қайтарылды. Комадан оянбай, ақштағы аурухананың бірінде көз жұмды. Түрмеде Оттоға не болғаны әлі күнге дейін белгісіз. Бірақ оны ешкім басынан сипамағаны анық. Солтүстік Корея мәдениеті 50-ші жылдарда қалып қойған секілді. Ел ішінде туристерге фотоға түсіруге тыйым салынған. Әр туристің жанына арнайы адам беріледі. Және сол адам қай жерді және кімді түсіруге болатындығын